Бұл гүлдер қанша теңге? 500 мың теңгесіне сайды. Достар, уже сегізінші март келіп қапты ғой, Евробукеттен гүл алып алайыншы. Девушка, есікті ашшы. Кіре берем, я, точно. Давай, кеттік ал. Так, адамдарға тиіп кетпесем болғаны, ё-моё. Девушка, сен ғой, я, консультант. Ақтан ау. Мынаяқта кезі ғой сен. Сен ғой, я, гүлдер таныстыратын, я. Қанша теңге бұл? Бұл гүлдер қанша теңге? 500 мың теңгесіне сайды. На букет 500 мың теңге ма? Ой, девушка, менде ондай ақша жоқ, кет бар. Бір арзандауын берсей маған шамәлі. Бұл қанша теңге? Мәссаған, мынау әдемі екен, достар. Бағасы да қолжетімді сияқты, я. Тағы қандай бар? На қызыл букет әдемі екен. Нағыз мен видеоға түсіріп тұр. Түсірме видеоға. Бұл гүл қанша тұрады? Мәссаған, бұл да әдемі екен, я. Қанша деп тұр? 163 мың теңге. Мәссаған. Мынандай гүлді алу арман шығар, я. Мынандай горшок гүлдердің 4 түрін таба алады екенсіздер. Апайларға әдемі кетеді, я, бұндай гүлдер 8 мартқа. Көп букеттер бар деп еді осында. Осы жер ғой, я. Мәссаған, мынаны қараса, ё-ма, не деген көп мына жақта. Келесіңдер де гүлдерді аласыңдар да қайтасыңдар ғой. 8 мартқа гүлдерді алуға очередь болмайды сияқты ғой, вообще мына жерде. Я, жүр кеттік, қаяқта бар тағы да. Еще достар, ең арзан гүлдер ғой Евробукетте. На банкалар неғып жатыр? Достар, бір розаның бағасын айтайын ба, шок болып қаласыңдар. Небәрі 449 теңге ғой, ё-моё. Достар, 8 мартқа ең арзан букеттер Евробукетте. Орналасқан жері Қорқыт ата 81.